Сәлем баршаңызға, оңай ағылшын тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта demonstrative pronouns, яғни сілтеу есімдіктеріне тоқталатын боламыз. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар, және де видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Сілтеу есімдіктері бір затты нұсқау көрсету мағыналарында қолданылады. Сілтеу есімдігі which, яғни қайсы деген сұрақтарға жауап береді. Олардың жекеше және де көпше түрлері бар. Жекеше түріне this, that, ал көпше түріне these, those деген сілтеу есімдіктері кіреді. Алдымен жекеше түріне тоқталайық. This, that. This сөзі мынау деген мынау бұл осы деген мағынаны білдіреді. Яғни қасымыздағы затты көрсеткен кезде осы this сөзін қолданамыз. Мысал үшін this house, this picture, this girl, this boy. Яғни біздің қасымызда орналасқан затты көрсетуіміз үшін біз this сөзін қолданамыз. Мысал үшін do you like this picture? Сіз мына суретті ұнатасыз ба? Келесі that сөзі анау, сонау, сол деп аударылады. That сөзін бізден алыс тұрған затты айтқан кезде қолданамыз. Яғни қасымызда емес, алыс жерде орналасқан затты нұсқау үшін осы that сөзі қолданылады. Мысал үшін that house, анау үй. That picture, анау сурет. That girl, ана қыз. That boy, ана ұл. Do you like that picture? Сізге анау сурет ұнайды ма? Яғни алыс жерде орналасқан затты көрсетуіміз үшін біз that сөзін қолданамыз. Енді көпше түрдегі сілтеу есімдіктеріне тоқталсақ, олар these және those сөздері. This және these сөздері дыбысталуы бірдей келеді, алайда арасындағы айырмашылық this жекеше түрдегі сілтеу есімдігі қысқа айтылады, ал көпше түріндегі this ол созылыңқы айтылады. Қасымыздағы көп затты нұсқаған кезде біз these сөзін қолданамыз, яғни мыналар, осылар. Мысал үшін these houses, мына үйлер. These men, мына ер адамдар. These boys, мына ұлдар. These flowers, мына гүлдер. These flowers are for you, мына гүлдер сіз үшін. Келесі those. Бұл алыста орналасқан көп затты нұсқауымыз үшін біз осы those сөзін қолданамыз. Қазақ тіліндегі аудармасы аналар, солар деп аударылады. Мысал үшін those houses, ана үйлер. Those flowers, ана гүлдер. Those children, ана балалар. Those chairs, ана үстелдер. Яғни қасымызда емес, алыс жердегі екі немесе үш затты көрсетуіміз үшін біз осы those сөзін қолданамыз. Мысал үшін who are those people? Ана адамдар кімдер? Яғни this picture, the picture here. These flowers, the flowers here. That picture, the picture there. Those people, the people there. These және these сөздері бұл қасымыздағы затты айтқанда қолданылады, ал that және those сөздері алыста тұрған затты айтқанда қолданылады. This, that жекеше түрде, ал these және those көпше түрде айтылады. Ал енді осы сілтеу есімдігіне байланысты біраз мысалдар келтіріп кетсек, және де видеоның соңында кішігірім тапсырма болады. Мысал үшін, this hotel is expensive, but it's very nice. Мына қонақ үй қымбат, бірақ өте жақсы. Who is that girl? I don't know. Ана қыз кім? Мен білмеймін. Do you like these shoes? I bought them last week. Саған мына аяқ киімдер ұнайды ма? Мен оларды өткен аптада сатып алдым. Is that your umbrella? Ана қолшатыр сенікі ме? Is this your bag? Мына сөмке сенікі ме? This is my book. Мынау менің кітабым. Can I use this pen? Мен мына ручканы қолдансам болады ма? This chair. That chair. These chairs. Those chairs. This boy. These children. That boy. Those children. This tree. That tree. These books. Those books.
Яғни these және де that, these, those сөздері бір затты нұсқағанда көрсеткенде қолданылады. Ал енді кішігірім тапсырма орындап көрейік. Тапсырманың жауабын астына комментарияға жаза кетіңіздер. Алдымен бірінші. Do you like shoes? Who lives in house? Look at birds. How much are books? Excuse me, is chair free? Plates are dirty. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.